Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен талқаннан екі түрлі өте дәмді десерт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыз. Бірінші талқанымызды салып аламыз. Үстінен ерітілген майды құямыз. Және сгущенка саламыз. Сгущенкаларыңыз сапалы сгущенка болғаны дұрыс. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Силиконный формамызды аламыз. Талқанымызды осылай тығыздап, әдемілеп салып шығамыз. Формамызға талқандарымызды барлығын орналастырып болғаннан кейін мұздатқышқа жарты сағатқа қатырып аламыз. Жентімнің кішкене бөлігі қалып қойды. Сол женттен екінші десертімізді дайындаймыз. Грек жаңғағын ұсақтап турап аламыз. Жентімізге салып араластырамыз. Осындай қағаз формочкаларға әдемілеп салып шығамыз. Ендігі кезекте шоколадымызды ертіп аламыз. Кондитерский мешокқа шоколадты салдым. Үстінен ыстық су құйып, ертіп аламыз. Жентарымыз қатып дайын болды. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай формаларын жақсы сақтаған, өте әдемі болып тұр. Ерітілген шоколадымызды формамыздың түпкі бөлігіне аз-аздап осылай құйып шығамыз. Шоколадымыздың үстінен қатып тұрған жентті орналастырамыз. Кішкене басыңқырап жібереміз. Женттерімізді орналастырып болғаннан кейін мұздатқышқа 30 минутқа қатыруға қоямыз. Талқаннан дайындаған екінші десертімнің бетіне де ерітілген шоколадты осылай әдемі қылып құйып шығамыз. Мінекей біздің жент шоколаде деген десертіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және де әдемі көрінеді. Жеген кезде ауызда еритін жұмсақ болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қонақ келгенде дастарханыңызға қойсаңыз өте әдемі көрінеді. Достар, видеоны аса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер.